Аса құрметсіз діни басқармасының, Қазақстан діни басқармасының бас муфтиі, осы құрметсіз Нұрсұлтан Назарбаевтың бауыры қайтыс болған кезде соның астында сіз барып Құран оқыдыңызшы. Бірақ қаңтар оқиғасында 238 адам қайтыс болды. Солардың қайтыс болған күніне даже бір Құран оқып бере алмадыңызшы. Бірақ қанша жемқор, қанша ұрлықшы, қанша қанішер адамның ортасында отырып, жалғыз өзіңіз Құран оқып бердіңізші. Не бағыштадыңыз сіз оларышы? Солардың ұрлықтары жалғаса берсін. Солардың қаншама халықты жылатқан жылата берсін деп Құран бағыштадыңыз ба? Ұятсыз екенсізші. Вообще ұятыңыз жоқ екен сіздің. Қанша мұсылман бауырларымыз бар. Осының бәрін көре отыра, үндемей отырғандарына таңғаламын. До такой степени соқырсыңдар ма, несіңдер, мен түсінбедім. Көріп тұрсыздар ғой, сіздер діни басқармасы бар, ұстаздардың бәрі ұятсыз. Қаңтар оқиғасында қайтыс болған балалар, қыздар, әкпе қарындастарымыз, ағаларымыз, аталарымыз, солардың біреуіне Құран бағыштамады. Бірақ жемқор, қанішер, ұрлықшы, соларға барып Құран бағыштадыш. Діни басқармасының бас муфтиі барып Құран бағыштап бердіш. Ұятсыздар. Ұяттарың жоқ екен вообще. Қайдан да ұрықпайсыңдар сендерші.